27-ші сұрақ. Қыс мезгіліне 300 кг тұздалған қияр дайындалды. Желтоқсанда 11,5-і, ал қаңтарда барлығының 23,5-і желінді. Қаңтарда желтоқсанмен салыстырғанда неше килограмм қияр артық желінгенін табу керек бізде. Қараңыз, желтоқсан айында бізде 11,5%, ал қаңтар айында бізде 23,5% желінді. Мынауда барлығының пайызы. Барлығы бізде 300 кг. Сонда сұрақ, қаңтарда желтоқсанмен салыстырғанда неше килограмм қияр артық желінді? Мынаған қарағанда неше килограмм артық екенін бізден сұрап отыр. Оны табу үшін мына жерде екі амалды ғана орындау керек. Қараңыз. Мына жерде пайыздары берілген. Мынау ол 300, ол барлығы 100%. Қаңтар желтоқсанға қарағанда алдымен табамыз неше пайызға артық желінгенін. 23,5 азайтылған 11,5. Мына жақта шығады 12%-ға артық желінді. Ол бізде ақпан айында, қаңтар айында, желтоқсанға қарағанда. Сонда қаңтар айында, желтоқсанға қарағанда 12%-ға артық желінді, барлығының 12%-ға. Енді қараңыз, барлығы 300 кг. Ал біз 12%-ды табу керекпіз. Біз таптық неше пайызға артық желінді. Ал енді табамыз ол неше килограммды құрайды. Егер ол 300 ол барлығы болса, осы 300-дің 12%-ын табу үшін пропорцияны құрасақ болады. Немесе бұлай, осы 12%-ды 100-ден 12-ге аударып оны бөлшекке, оны көбейтсек болады 300-ге барлығына. Мына жерге қысқартылады. 1, мына жерге 3, сонда 3-ті 12-ге өткенде 36 килограмм. Ол бізде қаңтар айында желтоқсанға қарағанда неше килограмм артық, сонда мына жерге килограммға артық желінді. Қаңтар айында желтоқсанға қарағанда. Сонда жауабында 36 санын табу керекпіз. Жауаптардың ішінен А жауабы 36 килограмм дұрыс жауап.